Изопроцесске байланысты ұбт-да келген бір есепке талдау жасаймыз. Көріп тұрғандарыңыздай PV диаграммасында көрсетілген идеал газ бір күйден үшінші күйге өтті. Бірінші күйдегі температура егер Т нолевой болса, онда үшінші күйдегі температура қандай болады дейді. Демек, біздіге қараймыз. Бірінші күйден екінші күйге өткен кезде, яғни осы кезде бастапқы температура 0-ге тең болды. Бұл кезде қандай процесс болды дейтін болсақ, көлем тұрақты болып тұр. Демек, изохоралық процесс. Демек, ол кезде не істейміз? Изохоралық процесс кезінде қысым 1 бөлінген температура 1 тең болады қысым 2-ні бөлеміз температура 2-ге. Демек, осы жерден біз температура 2-ні табатын болсақ, яғни ол кезде қалай болады? Температура 1-ді көбейтеміз қысым 2-ге бөлеміз әрине қысым 1-ге. Осы кезде температура 2-міз неге тең болады? Температура 1-міз Т нолевой деп айтылды. Ал қысым 2 бүйтіп сызып қарастыратын болсақ, 3П нолевойға тең. 3П нолевой. Ал енді бастапқы қысым П нолевойға тең. Қысқарған кезде Т2-міз неше? Әрине 3Т нолевойға тең болды. Ал енді 2-ден 3-ші сызыққа өткен кезде, ол кезде қалай болады? Ол кезде изохоралық процесс болған үшін біз не істейміз? Изобаралық процесс болған үшін ол кезде формуласын жазамыз. Яғни көлем 1-ді бөлеміз температура 1-ге тең, көлем 2-ні бөлеміз температура 2-ге. Осы жерден температура 2-ні табатын болсақ, ол кезде температура 2-міз жаңа біздің айтып жатқан температура 3-ге тең болады, иә? Сол кезде температура 2-мізді көбейтеміз көлем 2-ге бөлеміз көлем 1-ге. Мен мына жерде температура 2 дегенім, мына бетте шыққан мәні ғой енді. Сразу солай жазып кеттім да. Сол кезде температура 3-міз келіп шығады. Ол нешеге? 3Т нолевой көбейтеміз көлем 2-міз 2 В нолевойға тең болса, ал көлем 1-міз В нолевойға тең. Қысқарған кезде бізде мына бетке жазайын Т3 6 Т нолевойға тең болады екен. Яғни Д нұсқасы болады екен. Біз сіздермен дәл осындай ұбт-да бір С деңгейлі есепке талдау жасадық. Сіздер үшін пайдалы болды деген ойдамыз. Досыңызбен бөлісіп, біздің каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Келесі түсіндірме видеода жолыққанша.